Түлкі мен қораз. Таң ала көбеңде бір түлкі тамақ іздеп жүріп, ағаштың бұтағында қонып отырған қоразды көреді. Ептеп ағаштың түбіне келіп, мүләйімсіп қоразға: «Тақсыр-ау, тақсыр, таң атты ғой. Азан айтыңызда төменге түсіп, имам болыңыз. Жамағат болып намаз оқиық» депті. Түлкінің қулығына түсінген қораз: «Ар жағыңда молланың үлкені жатыр. Сол кісіні оята қойыңыз, бәріміз бірігіп қауым болсақ болайық» деп қуыста жатқан тазыға сілтепті. Түлкі екі аттап арпына қараса, бір бұрышта бүк түсіп қара таз жатыр екен. Түкің аяғын мысықша басып зыта жөнеліпті. Мұны көрген қораз жымайып: «Бірадар-ау, бірадар, намаз оқымайсыз ба? Қайда барасыз?» депті. Сонда түлкі: «Дәретім бұзылып кетті. Тез дәрет алып келе қояйын. Сен азан айтып жұрттың тынышын алмай, сәл шыдай тұр» деп тартып.